Рецептimiz осындай фаршированные овощи деп айтылады. Ол үшін бізге перец, сіз өз қалауыңызға қарай қосуыңызға болады. Мен қазір помидор, болгарский перец, тәтті бұрыш деп айтылады ғой. Кабачки, тағы да баклажан. Бұрыштарымызды осылай ашып аламыз. Әдемілеп. Ішіндегі дәнектерін осылай аламыз. Әдемілеп ішіне салма салу үшін. Помидорымыздың ішіндегі осындай соктарын етіміз сочный болу үшін қосып жіберсек болады, майдалап. Мінекей овощарымызды осылай әдемілеп, тазалап алдық. Енді бізге келесі ішіне салатын фаршымызды дайындаймыз. Ол үшін бізге алдынан осылай өткізіліп алған чеснок, тұз, қара бұрыш керек болады. Және пиязды майдалап фаршымызға саламыз. Осындай дайын фаршымызды аламыз. Ішіне салып шығамыз. Біздің салмамыз дайын. Енді қазанға майға пияз бен томат, помидорымызды қуырып, овощарымызды салып, жақсылап бұқтырамыз. Қызып тұрған майымызға осылай пиязды қуырып, помидорымыздың ішінен шыққан осындай соғын салып қуырып аламыз. Және де осындай томат, пиязымызды, помидорымызды, томатымызды жақсылап қуырып аламыз. Дәмді болу үшін. Кішкене өздеріңіздің қалауыңызға қарай чеснок қосып жіберсе болады. Су құйып, кішкене тұзымызды салып, дәміне қарай саламыз. Және де дайын болған овощарды осылай ішіне тізіп шығамыз. Осылай салып алдық.
қапағын жауып, астын жай қойып, 1 сағат, 1,5 сағат бұқтырамыз осылай. Өзі піседі. Неке біздің осындай салмасы бар овощарымыз дайын болды, фаршированный. Қазір тарелкаларымызға әдемілеп салып көрсетемін. Осылай әдемілеп тарелкаларымызға қойдық. Ас болсын.